Наруто. Бұл мен ең сүйікті анимелерімнің бірі. Неге деп сұрап отырған боларсыздар? Ал мен онда сіздерге түсіндірейін. Бұл анимеде барлығы бар. Өте керемет эпик төбелестер, қызықты сюжет, қызықты кейіпкерлер, өте керемет опенинг, яғни музыка. Керемет диалогтар, керемет анимация және рисовка. В общем, бұл анимеде барлығы өте керемет. Әрине, Нарутоның барлық сериясын қызық деп айта алмаймын. Болады, кейбір сериялар өте іш пыстыртады. Өйткені ол серияларда филлерлар көп көрсетеді. Яғни филлер дегеніміз бұл баяғы болған серияларды қайта-қайта кейіпкерлер есіне ала береді. Сол кәдімгідей адамның уақытын алады. Иә, базар жоқ, бір-екі рет көрсетуге болады. Бірақ арасында Нарутода бүкіл сериялар филлерден тұрады. Бұл әрине өте үлкен минус. Ал қазіргі шығып жатырған Боруто жайлы үндемей қояйын. Ол вообще маған қызық емес. Басша қызық болды, ары қарай білмеймін, қарамай қалдым. Бірақ қанша бұл анименің минустарын айтсақ та, ол өте керемет аниме болып қала береді. Наруто деген басты кейіпкердің қаншама адамға мотивация бергені, қаншама адамды құтқарғаны, оның достарына деген құрметі, оның армандары, барлығы оны өте керемет кейіпкер етеді. Нарутоның істеген істері, айтқан сөздері адамға шынымен де өте жақсы әсер етеді. Сонымен қатар ең ұнайтыны, Наруто анимесінде ешқашан жаман кейіпкерлер болмайды. Даже мен ұнататын Акацуки ұйымының адамдарының жаман жаққа кетуінің өзінің себептері бар. Әрбір жаман кейіпкерінің өзінің қызықты драма оқиғасы бар. Наруто анимесінде адамдар барлығы өте керемет ойластырылған. Барлығының өзінің мінез-құлықтары мен ерекшеліктері бар. Әрбір кейіпкер өзінше қызықты. Мен өзім жалпы Нарутоны екінші сезоннан кейін, яғни Наруто Шиппуденнен кейін өте қатты ұната бастадым. Өйткені осы сезонда ғана бүкіл қызықтың бәрі басталады. Акацуки ұйымымен шайқастар осы сезонда басталады. Ал Акацуки ұйымын мен өте ұнатамын. Әрбір олармен төбелескен, шайқасқан сценалар таза алтын. В общем, бір сөзбен Наруто топчик. Егер де сіздерге де Наруто ұнаса, датты бояу деген комментария төменде қалдырыңыз. Түсінген адамдар, шынымен де Нарутоны қараған адамдар. Ал осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар, датты бояу.